Зерек детский сад. Дайынсыздар ма? Қазақша бір нені, практиканы жариялап берсеңіздер. Иә, дайынбыз. Онда айта қойыңыздар, осылай. Анализдарыңызды. Зерек бөбекжай құзыреттілік орталығының тақырыбы ақпараттық коммуникациялық IT бағыты, мақсаты білім беру қызметтерінің жоғары сапасына кешенді көшуді жүзеге асыру, мектепке дейінгі сапалы білімге барлық балалардың тең қолжетімділігін қамтамасыз ету. Өсу нүктелері Арай, Мерей, Алтын бала, Көктем, Айша, Арман балабақшалары. Міндеттері тікелей әкімшілік пен мотивация жүйесін қалыптастыруға, педагогтердің шығармашылық бастамасын дамытуға көшу, баланың дамуына әсер ететін қоршаған ортаның нақты көрсеткіштері негізінде білім беру қызметтерін көрсету сапасын басқару тетігін әзірлеу, баланың мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың педагогтерінің кәсіби деңгейін арттыру, білім сапасының көрсеткіштерін жоғарылату, жақсарту. Біздің күшті осы құзыреттілік орталықта артып жақсарып жатқан жақтарымыз білім беру сапасының артуы, заманауи әдістер мен технологияларды қолдану арқылы оқыту сапасы жақсарды, педагогтердің кәсіби дамуы үнемі біліктілігін арттырып, тәжірибе алмасуға мүмкіндік алды. Озық тәжірибелерді тарату, өйткені әр кезде семинарлар қалалық, облыстық өтіп жатады. Бұл да озық тәжірибені педагогтеріміз таратуға жақсы мүмкіндік алады. Сыртқы байланыстардың кеңеюі, жергілікті және халықаралық деңгейге серіктестік орнатуға жол ашылды. Балалар үшін кең мүмкіндіктер. Сонымен қатар техникалық база жақсаруда. Қазіргі таңда ақылды еден, ақылды айна сияқты инновациялық технологиялармен жабдықталудамыз. Шығармашылық дамуында қандай әлсіздіктер кедергі жасайды? Бұл әрине жаңа әріптес айтып кеткендей, кадрлардың тапшылығы, үйреткен мамандардың көшіп кетуі, немесе жұмыс ауыстыруы, немесе декреттік демалысқа кетуі, осы жерде бізде кадрлар тапшылығы жиі болып тұрады. Ол жаңадан келгенге қайтадан біліктілікті көтеру, қайтадан сол дәрежеге жоғарылау, қайтадан басынан басталады. Осы жерде бізде әлсіз жерлеріміз. Мектепке дейінгі ұйымдардың IT және цифрлық технологиялар бойынша әдістемелік нақты нұсқаулықтардың болмауы, бағдарламалардың жеткіліксіздігі өз біліктілігін арттырды. Бізде енді IT бағыты болғандықтан, IT тақырыбы бізге нағыз білімімізді арттыруға, біліктілігімізді арттыруға өте жақсы мүмкіндік. Бұл одан әрі өрбітуге беріліп отырған жаңа мүмкіндіктің бірі деп ойлаймыз. Сіз қандай қауіптер мен кедергілерді көріп тұрсыз деген, сол жаңағы жүктеменің артуы, педагогтердің жетіспеушілігі, педагогтер мен басшылық құрамға қосымша міндеттер, есептіліктің жүктелуі. Рахмет сізге. Вообще, мы хотели рассмотреть 4 практики, да? Ну, я так думаю, достаточно, наверное, потому что у нас время, у всех поджимает время, поэтому я так думаю, қазақша, орысша екі практиканы қарастырдық. Біздің тақырыпты тағы да бір естеріңізге сала қояйын. Педагогический креатив, развитие нового мышления и практик в дошкольном образовании с целью найти пути решения проблемы. То есть проблема какая у нас? Что низкий уровень качественного состава педагогов ДО, да? Получается, что жаңағы сіздердің айтқан өздеріңіздің нелеріңізден, талдауларыңыздан как раз исходит вот это вот наша боль. Что у нас низкий процент, что у нас выгорание идет, что у нас получается нехватка педагогических кадров, да? Поэтому сейчас мы слово дадим Айслу Юркеновне. Айслу Юркеновна сейчас сделает обзор по категориям, а потом перейдем к нашей теме, да, непосредственно. Айслу Юркеновна. Айна Рахимжанна, рахмет. Бізде Zoom қазір сөніп қалса, қайтадан сол ссылкамен қайтадан кіресіздер, жақсы ма? Келістік па? Бүгінгі күні Ақмола облысы
мектепке дейінгі білім ұйымдарында 4000-нан астам педагог жұмыс жасайды. Сол 4000-нан астам педагогтың 1717-сінде ғана бізде жаңа санат бар. Атап айтсақ, 1717 педагогтың ішінде эксперт 200, жаңағы сарапшы педагог 245 ғана. Ал зерттеуші педагог исследователь дейміз, тек 34 ғана бүкіл облыс бойынша. Модератор 1438. Сонда өздеріңіз ойлаңыздар, 4000 педагогтың ішінен 1717 адамда ғана санат бар. Бұл 43% ғана құрайды облыс бойынша. Ал республика бойынша біз ең соңғы орындамыз. Сондықтан біздің мақсатымыз қазіргі енді құзыреттік орталықтар арқылы педагогтардың сапалы құрамын жаңа үлгерту, оларды Рахмет, Жанар Жунусбековна, как раз нам... Біздің педагог тренеріміз, коуч бүгінгі сессияның, ол кісінен барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, кім білмейді, міне. Жанар Жунусбековна, как раз нам... Біз жаңағы программаның Они сейчас на новом месте, поэтому у них с интернетом не лады. Я так понимаю. Потому что мы находимся в одном городе, просто они на новом месте. Подключение к интернету у них очень плохое, поэтому она для вас, еще раз повторяю, если вдруг мы отключимся, мы по этой ссылке еще раз заходим, потому что нам сейчас нужно с вами соединить эти две темы. То есть развитие педагогического креатива и повышение квалификации педагогов – это как раз и есть ключевые факторы, да, инновационного развития дошкольного образования. Смотрите, нас же не просто так выбрали центрами компетентностями, назначили, что вы, получается, вот те, которые сейчас присутствуют на вебинаре, получается, лучшие из лучших, да, детских дошкольных организаций, поэтому вы являетесь точками центра компетентности. Вот смотрите, и вот эта вот проблема низкого уровня квалификации педагогов напрямую влияет на способность внедрять эти инновации. Если у нас не будет качественного состава хорошего, да, или, можно сказать, креативных навыков у педагогов не будет, или же не будет у нас идти рост, то о чем мы можем говорить? О каком развитии инновационного прогресса или там что-то еще такое, о чем мы можем говорить? Поэтому нам сегодня, вот сообща вместе на этом вебинаре, нужно будет найти пути решения вот этой вот проблемы. Низкий уровень повышения квалификации, низкий уровень креативного мышления педагогов. Я вам предлагаю сейчас разделиться на 4 сессионных зала, и предлагаю вот на 4 сессионных зала вот такие вот 4 темы. Вы сейчас это сфотографируйте себе, потому что, вот смотрите, первый зал будет работать над такой темой: практические способы повышения профессиональной компетентности педагогов для внедрения инновационных технологий. Вам нужно разработать, вам будет предоставлено 10 минут, и по этой теме вам нужно разработать какие-нибудь пути решения, то есть что можно сделать для того, чтобы наше развитие было в инновационном режиме. Второй зал – развитие креативных навыков педагогов дошкольного образования через практикоориентированные формы обучения. Третий зал – трудности внедрения вот этих вот инновационных практик, повседневной практики и факторы, способствующие развитию креативности педагогов. Сфотографируйте, пожалуйста, вот этот вот на экране то, что у вас есть, потому что мы будем делиться, сфотографировали, я закрываю, делиться на сессионные залы автоматически. Я не знаю, кто куда попадет. Сфотографировали? Все, я сейчас, если что, в чат закину, да? Мне уже тут пишут, что наша сессия сейчас закончится, вы должны будете сейчас разделиться на сессионные залы, на 4 сессионных зала, и работаем по этой теме 10 минут. Когда вы заново подключитесь, возможно, вы уже окажетесь в общем зале.
Поэтому сразу начнем выдавать свои проекты. То есть генерация новых идей. Понятно? Сейчас посмотрите, кто с кем попал. Так, сессионные залы. Так, сессионные залы, где они у нас? Что-то мне не дали, по-моему, организаторы. Или в дополнительном она сидит. Так, перевести в зал. Также мне вас поделить, если у меня нет. Шанар Жунспековна, дайте мне организатор.